Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, құрметті әріптестер. 2021 жылғы бір ел бір кітап акциясы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай енген 30 кітапты насихаттау аясында кітапханамызда жоспар құрылды. Поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті, аударма болып бөлінген бұл кітаптар оқырмандар назарына жыл бойы әртүрлі шаралар ретінде ұсынылады. Бүгінгі біздің шолуымыз поэзия саласынан ұсынылып отырған 6 кітапқа арналады. Мұқағали Мақатаев «Өмірдастан», Жұмекен Нәжмединов «Менің Қазақстаным», Ұлықбек Есдәулет «Киіз кітап», Серік Ақсұңқарұлы «Көкейімде күлтегеннің жазуы», Тоқтарәлі Таңжарық «Түн парақтары», Бақытжан Қанапиянов «Достояние души». Мұқағали Мақатаевтың «Өмірдастан» кітабы Алматы қаласы жазушы баспасы 1976 жылы 232 беттен құралып басылып шыққан. 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде өлеңдер, екінші бөлімінде поэмаларының ең түрлі тәуірлері іріктеліп алынған. Мұқағали Мақатаев соңғы жылдары өз үні, өз әуенімен қазақ поэзиясына кеп қосылған белгілі лирик ақындарымыздың бірі. Оның өлеңдері мен поэмалары тереңнен сыр тартар, нәзіктігімен оқырман қауымының ілтипатына ие болды. Осы тізімдегі екінші кітап ол Жұмекен Нәжмединовтың «Менің Қазақстаным». Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранның мәтінінің авторы, көрнекті ақын, Қазақстан Жастар одағының сыйлығының иегері Жұмекен Нәжмединовтың «Менің Қазақстаным» 2005 жылы әнұран болып бекітіліп, халықтың қалауымен 2006 жылдың қаңтарында дүйім қазақ еліне әнұранына айналды. 2008 жылы «Менің Қазақстаным» атты өлеңдер мен поэмалар жинағы жарық көрді. 2010 жылы осы жинағы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын иеленді. Келесі Ұлықбек Есдәулеттің «Киіз кітап» атты басылымы. Бұл қазақтың көрнекті ақынның 3 томдық шығармалар жинағының 2 томына енгізілген толықтырылған нұсқасы. Кітапта ақынның 1988-2000 жылдары жазылған ел мен жер, заман мен қоғам, табиғат пен махаббат туралы лирикалық, әлеуметтік, философиялық жыр толғамдары топтастырылған. Ақын тың ізденістерге барып, өлең өнерінің соңғы қырларын аша түскен. Кітапта оқырманның ойы мен сезіміне қорғау салар әсерлі, өзекті өлеңдер жеткілікті. Ақынға бұл «Киіз кітап» атты тұтас туындысы үшін 2002 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілген. Серік Ақсұңқарұлы «Көкейімде күлтегеннің жазуы». Алматы қаласы Атамұра баспасы 2018 жылы шыққан кітап. Қазақ әдебиеті түбі түркі жұртына ортақ күлтеген жазуынан тамыралады. Ақсұңқарұлының жырларынан дала дидары айқын көрініп, ата-бабаларымыздан дарыған алаш рухы атойлап тұрады. Ақын соңы өлең тілінде шебер нанымды кестелей біледі. Мұндағы өлеңдер бір-ақ оқыған адамға пафос болып көрініп қалуы мүмкін. Алайда, о артық сөз жоқ. Қаламынан төгіліп түскен шумақтарда шындық жатқанын аңғаруға болады. Тоқтарәлі Таңжарық «Түн парақтары». Тоқтарәлі Таңжарық есімін қазақ поэзиясында үлкен де кіші де білері анық. Бүгінде дейін республикалық басылымдарда өлеңдері мен мақалалары үзбей жарияланып келген ақынның жалын баспасынан «Түн парақтары» атты шағын топтамасы жарық көрді. Бақытжан Қанапиянов «Достояние души». Бақытжан Қанапиянов Қазақстанның көп ұлтты әдебиетінің жарқын өкілдерінің бірі. Әдеби шығармашылығы қазақ мәдениетінен ойып тұрып орын алатын, есімі еліміздің шеңберінен асып, шетелге де тарап кеткен танымал қаламгер. Сондықтан да болар «Достояние души» кітабындағы әлеуметтік желілерге жүктелген көптеген өлеңдері оқырмандар тарапынан оң бағаланып, жылы лебізге ие болуда. Ал жинақтағы түрік, Азербайжан, армян, испан, араб, француз және моңғол тілдеріне аударылып үлгерген көптеген өлеңдер поэзия кестесіндегі өзінің дербес тіршілігін жалғастырып, сөз өнерінің құдіретті арқылы ел мен елді, халық пен халықты өзара бауырластыра, жақындастыра түсіру даусыз.